біз келесі кезекті есебімізді шығаратын боламыз. Бұл бізде RC тізбегі, иә, RC тізбегі, айнымалы тоқта. Айнымалы тоқта. Жалпы, бізде осындай тізбек берілген. Осы тізбектен бізге осындай ақпараттар табу керек. Бірінші бұл тізбекпен танысайық, әбден танысайық. Бізде осындай симуляция арқылы, файлстат арқылы танысайық. Жалпы бізде не берілген айнымалы тоқ генераторы, мынау бізде источник дейді. Яғни 200 вольттық максимум мәні 50 герцпен не істейді, тербеледі. Зарядтар 50 герцпен тербеледі. Бұл бізде идеал. Бұл жылу бөлмейді. Энергияның барлығын осы екі элементке беріп отырады. То есть мынау бізде резистор. Резистор не істейді бұл? Сыртқы температураға өзгермейді, идеал. То есть сонда бұл тек қана энергияның бәрін не істейді, жылуға айналдырып отырады. Бұл 30 омдық резистор. Және мына жерде не бар тағы? Конденсатор. Мына жерде конденсатор бар. Ол 63 микрофарадтық. 200 бөлінген пи микрофарад немесе 63 микрофарад. Бұл идеал. Бұл ішкі кедергісі 0 деп аламыз. Яғни бұл энергияны тек қана осы тізбектің ішінде айналдырып жүреді. Бұл жылуға айналдырмайды. То есть қалған мынау бізде сымдар. Оларда идеал, олардың кедергісі жоқ. Тек кедергі мына жерде шоғырланған. Әдетте. Енді қарасақ, бізде бұл процесс қалай жүріп жатыр. Жалпы бұл жерде қарасақ, не болып жатыр? Зарядтар әрлі-берлі тербеліп жатыр. Біресе жоғары, біресе төмен. Көру қиын болуы мүмкін. Кішкене болсын. Міне. Көрсек көрдіңіз, қайта-қайта қызыл және қызыл, көк, жасыл сияқты түстер жанып жатыр. Қарасақ, бұл нені білдіреді? Тербелісті білдіреді. Қандай жылдамдықпен тербеліп жатырғаны. Қарасақ, конденсаторда бұл не? Тоқ пен кернеу. Байқасақ, кернеу мен тоқ екі түрлі фазада, То есть кернеу қалып жатыр, тоқтан. Тоқ озып жатыр. Ал источникте ол не істейді? Источниктің өзінде, яғни тоқ көзінің өзінде, айнымалы тоқ көзінде бұл не? Бұл да бұл жақта да белгілі бір фаза ағысуы бар. Оны қазір біз көрсететін боламыз. Және мынау соңғы не? Бұл бізде резистор. Бұл жақта тоқ пен кернеу бірдей жүреді. Бірдей фазада, бірақ амплитуда әртүрлі. То есть тоқтың амплитудасы кіші. Ал кернеудікі көп. Осындай бізде керемет график бар. Және айнымалы тоқ генератор деген жалпы бұл индукцияланған электр қозғалыс күші туатын сондай бір аспап, То есть құрал. Енді не істейміз? Ары қарай есепті талдауға көшейік. Бұл жерде өзгерістерін көрдік. Фазадан мынау екі түрлі фазада тербелетіндігі, бұл бірдей, то есть белгілі бір фазада тербелетіндігі және резисторда кернеу мен тоқ бірдей фазада жүретіндігі. Енді есеп шығарайық. Жалпы есепте не табу керек? Есептің шартында бізге толық кедергіні табу керек, Z дейтін. Оны табу үшін жаңағы білімімізді қолданайық. То есть толық кедергіні табу керек бізге. Z толық кедергі. Жалпы бұл толық кедергіні табу үшін біз не істей аламыз? Біз фазалық диаграмма салайық. Яғни жаңағы біздің мына неміз бар ғой? То есть графигіміз бар ғой? Осыны біз осындай бір жеңіл түрге келтірейік, Қарасақ, бізде тоқтың бағыттары, егер тізбекте жалғанған ғой, RC, тізбекте жалғанса, бұл нені білдіреді? Бұл тоқ бірдей, То есть екеуінде де максимум тоқтың мәні бірдей болады. То есть мен I0 деп қойайын, I0 екеуінде максимум тоқтың мәні бірдей. Сол үшін олар бірдей фазада тербеледі деп аламыз, I0R және I0S. Бұл максимум мәндері. Енді қарасақ, біз айттық жаңа резисторда тоқ пен кернеу қалай жүреді дедік? Бірдей жүреді дедік, мына қарасақ. Тек несі бір әртүрлі амплитуда, яғни максимум мәндері әртүрлі. Бірақ олар бірдей жүріп бара жатыр негізінде. То есть сонда біз былай істейміз. Мына жерде кернеу мен ненің бағыты бірдей болады, тоқ үшін бағыты бірдей болады. Максимум мәндері бірдей болады. Түсіндіре алдым ғой? Негізінде ұзындықтары бізде мәнін білдіреді, яғни қаншалықты ұзын болса соншалықты көп деген, бірақ мен түсінікті болу үшін салып жатырмын, осылай бір-бірінің үстіне жатқызбай. Енді бұлар бірдей бағытта. Бірақ біз айттық жаңа, не деп айттық? Конденсаторда, міне, конденсаторда тоқ не істеп жүреді? Озып жүреді. Белгілі бір 90 градус фазаға озып жүреді. Егер ол конденсатор өзі болса. Сонда біз былай нені саламыз? Кернеу, максимум кернеуді саламыз осылай. И бізде мына жерде қандай да бір не шығады? Толық бір
E0 дейтін максимум мәніміз шығады. Осы жердегі E0 бізде не? 200 вольтымыз. Иә. Енді қарасақ, бізде тоқтар мен не істей аламыз? Тоқтар бір бағытта, оларды қосып біз ештеңе ала алмаймыз. Бірақ біз мына кернеулермен жасай аламыз, яғни екі кернеу арасы қанша? 90 градус. То есть конденсатордағы кернеу және резистордағы кернеу. Максимум мәндер бұлар. Біз оларды квадраттап қосып түбір астынан шығаратын болсақ, бізге ол нені береді? Ол бізге максимум кернеуді береді. Иә, бұл түсінікті. Енді E0S деген ол бізде не ол? Ол бізде максимум ток үшін көбейтеміз неге? Конденсатордың сыйымдылығына, кедергісіне, реактивті кедергісіне. И оны квадраттасақ, бізге осы E0S квадратты береді. Мына жақта идея дәл сондай. Максимум ток үшін көбейтеміз кедергіге. Иә? Квадраттаймыз және түбір астын шығарамыз. Ал мынау ше, бұл бізде максимум тоқты көбейтеміз толық кедергіге және оны түбір астынан шығарамыз. То есть квадраттаймыз. Осы жерде i0-дар қысқара алады. Енді осы жерде менде мынадай формула шығады. Z-тің квадраты xs квадрат қосылған ненің квадраты r-дың квадраты. Менде осындай формула шықты. Z тең xs квадрат қосылған r квадрат. Бұл менде не болып табылады? Бұл толық кедергі болып табылады. xs деген ол менде не? 1 бөлінген омега с, соның квадраты бізде квадрат қосылған r-дың квадраты. Осы жерде мен мына xs тауып алайын, то есть осы мәнді тауып алайын. Бұл конденсатордың реактивті кедергісі. 1 бөлінген, менде с-ның мәні қандай? Мына жерден қарадық біз, ол бізде 63-те 63 микрофарад. Мен жуық таба алғаным, негізі 63-те 4 болу керек. 63 көбейту оның -6 дәрежесі и квадраты бар сыртында. Көбейтеміз, омега бізде не ол? Омега бізде 2 пи көбейтілген 50. И оның сыртында квадраты бар. Осыны есептейтін болсақ, 63 көбейту 63, ол бізде 3969. 3969-ға біз көбейтеміз 4-ті, көбейтеміз 3-те 14, көбейтеміз 3-те 14, және көбейтеміз 50, көбейтеміз 50-ге. Мына жақта бізде 10-ның неше дәрежесі? 12 дәрежесі. Астында 391 шықты, ал мына бізде 391. Жалпысында қанша шығып тұр? Так. Мына жерден қате алып жібердік. Бізге квадрат болмайды. Бұл жай ғана мына жерде квадрат алды, бірақ ана жерде квадрат бола алмайды. Сонда біз егер шығаратын болсақ, осыны шығу керек. Енді мәні 63 көбейтілген 2, көбейтілген 3-те 14, көбейтілген 50. Бізде 19782-ні берді. Осына миллионды 19782-ге бөлсек, бізде 50-де 5, шамамен 50-де 5 оғым шығады. Бұл бізде неміз? Бұл біздің реактивті кедергіміз, то есть конденсатордың реактивті кедергісі. Осыны мына жаққа қоятын болсақ, оны бір квадраттап қоямыз. Қосамыз 30-ның квадраты. Шамамен бізде мән қандай шығады? Қосамыз 30 көбейтілген 30 бізде и түбір астына шығаратын болсақ. Так. 50-де 5-ті біз квадраттайық. 2550-де 25 и 30-ды квадраттайық. Сонда шамамен 58-де 7. 58-де 7 оң. Ол біздің неміз? Бұл біздің толық кедергіміз. Біз толық кедергіміз. Осындай қызық есеп. Және біз нені таптық? Конденсатордың реактивті кедергісін таптық. Бұның бәрі фазалық диаграммадан келеді. Енді екінші бізде не табу керек? Толық ток күшін табу керек. То есть толық ток күші бізде, максимум ток күші ол бізде максимум электр қозғалыс күшін, яғни кернеуді бөлеміз толық кедергіге. Максимум бізде қанша еді? 200 бөлінген 58-де 7. Бұл жерден қанша шығады? 3-те бізде 3-те 4 шамамен 3-те 4 шықты. 3-те 4 ампер. Немесе 3400 миллиампер. 2 мән болады. Миллиампер немесе ампер ретінде. Жалпы бұл бізде максимум ток. Біз оны таптық, ешқандай проблема емес. Енді осыны тексеріп көрейік. Максимум ток мына жерде қалай көрініп тұр? Кәдімгі старт стопты басайық. Қарасақ, максимум токтың мәні, мына жақта бізде конденсатор. Біз ең жоғарғы нені аламыз? Мәнді аламыз. Қазір бұл график келтіріп алайық. И осы жерден көрейік. Қарасақ 3-те 4.
То есть резисторда үште төрт максимум ток. Бұл неде бірдей болады? Конденсатормен бірдей болады, иә. Оны біз мына жақтан көре аламыз, иә. Бұл бізде қазір беріліп тұрғаны не? Қалай айтса болады? Бұл лездік мәні, то есть белгілі бір моменттегі мәні. Так, біз тауып көрейік, көрсетіп көрейік сіздерге. Иә, мына үште төрт көріп тұрсыз ғой, мына жерде үште төрт деп тұр, жоғарыда үште төрт деп тұр. Бұл бізде қандай мәні? Бұл максимум мәні болып табылады. Бәрінде бірдей көріп тұрсыз ғой. Мына даже регистр және регистр, тоқ көзі және конденсаторда барлығы үште төрт көрсетіп тұр, иә. Мен дұрыс ұстамай тұрмын мына жерде. Ал мына көрсетіп тұрған 3/134 деген бұл лездік мәні. Қазіргі уақыттағы мәні ғой, тоқтың, иә. Бұған назар аударып керекпіз. Біз графикке қарап, лездік максимум мәні анықтадық. 3/4. 3/4. Енді, давайте біз тағы бір нәрсе анықтап көрейік. Мына жерде бізде максимум мәні конденсаторда 171/821 дейді. Яғни бұл кернеудің максимум мәні. Оны қалай тапты? Оны тауып көрейік. Яғни кернеудегі, то есть конденсатордағы кернеудің максимум мәні. Біз былай алайық. Ол бізде I0 көбейтілген не болады? XS болады. I0 бізде 3/43. XS бізде қанша? Ол бізде 50/5. Так, осыны 50/5-ке көбейтетін болсақ, бізде 170. Шамамен так 3/4 көбейту 50/5. Бізде 171/7 шығады. 171/7 вольт шығады. Қарасақ, мәні қалай келіп тұр? Сәйкес келіп тұр, иә. Бір қателіктер бар. Біз жуықтап жібердік, сол үшін 171/8 шықты, ал менде 7 шықты. То есть бұл дұрыс мән. Ал мына жерде ше, регистрда, ол дәл сондай формамен анықталады. Яғни E0R көбейтілген тең I0 көбейтілген кедергі. 3/40 көбейтілген 30. Енді 3/4-ті 30-ға көбейтетін болсақ, біз шамамен 102. Шамамен 102 вольт шықты. Бұл бізде қай неге жауап келеді? 102-де 182. Кішкене қателіктер бар, бірақ жауап дұрыс. Бұл сонда графиктің дұрыс екендігін білдіреді. Мына жақта тоқ пен кернеу бірдей фазада тербеледі. Мына жақта екі түрлі фазада. То есть алға озып жүреді ғой. Енді біз осыны таптық. Енді келесі сұраққа көшейік. Бізде келесі сұрақ не дейді? Фазалық ығысуды тап дейді. Яғни қарайық, бізде мына жалпы максимум кернеу қаншаға ығысты, то есть мына жерде мына мән. Осыны фи табу үшін біз не істейміз? Мына жерге E0S-ті салсақ болады. Сонда бұл қарапайым тік үшбұрыш болып қалды, тік бұрышты үшбұрыш. E0-сының E0R-ге қатынасы, тангенс фиді береді бізге. Ол бізде сонда тангенс фи тең E0S-тің E0R-ға қатынасы. Сонда бұл бізде нені береді? I0 көбейтілген. E0S біз таптық қой мына жерде онсыда. 171/7 бөлеміз 102-ге. 171/7-ні бөлсек 102-ге қанша болады? 1/68 шығады. Енді мұны фи деп арттан кесіп алсақ, 1/68 бізде қанша? Ол бізде шамамен 59 градус сияқты. Так. 1/68 ол бізде шамамен 59 градус. Бұл біздің фазалық ығысуымыз, то есть қаншалықты ығысып жатыр. Бір-бірінен тоқ пен кернеу мына жерде оны көрсетіп болады. То есть мына жерден бірақ графиктен көрінбеуі мүмкін анық. Былай істеп көрейік біз. Мына жерде жоқ екен. Мына жерде бізде тоқтың несі бұл графигі, мынау кернеудің графигі. Екеуі 59 градусқа, яғни немесе оны 60 деп ала берейік. Пи бөлінген 3-ке ығысып жатыр екен. Фазасы осындай екен. Пи бөлінген 3-ке қалып жүреді. То есть, пи бөлінген 3-ке қалып жүреді. Осындай есеп, тағы бір сұрақ бізде осы ығысу арқылы біз не таба аламыз? Орташа нені таба аламыз біз? Қуат таба аламыз, то есть тоқ көзінің орташа қуаты. I0 менде 3/40 көбейтілген E0 менде 200 бөлеміз оны 2-ге көбейтеміз. Косинус 60 градус ол менде қанша? 2-ден 1, почти. Сонда 3/4-ті көбейтсек 200-ге, бөлсек 2-ге бізде қанша шығады? 340 шығады. Мынау бізде максимум мәні. 340 көбейтілген 1. Сонда мынау бізде шамамен 170 шықты ғой. 170
ватт шықты. Енді осы максимум мәні бізде 340 шықты ғой. Сонда бұл мынаны білдіреді. Мына жерге қарасақ, бізде қазір егер уақыт ұстап қарасақ, так мына жерде келіп жатыр. Кетіріп алайық бізде. Енді міне так қарасақ 343 шамамен мәні шығып тұр. Бұл бізде максимум несі қуаты, максимум қуаты берілген. Осы жалпы максимум қуат не істейді? Неге айналдырады, иә? То есть қалай айтса болады, жылуға айналдырады. Жылу табу үшін жай ғана қуатты уақытқа өйтсек, белгілі бір уақыттағы жылу таба аламыз. Енді қарайық, жалпы бізде жылу конденсаторда бөлінбейтінін дәлелдеу үшін біз мына форманы қолданайық. Q тең P көбейтілген T. Енді P-ның формуласын біз білеміз, иә? То есть орташаны алайық. Бізде I0 көбейту E0 бөлінген 2. И қарайық, бізде жалпы косинус фи конденсаторда не қаншаға тең? Косинус пи бөлінген 2. Яғни то есть біздің кернеуі мен ненің арасы, тоқтың арасы 90 градусқа қалып отырады. Ал мынау бізде кезекті мәні 0. Сонда 0. То есть жылу ол жақта бөлінбейді. Жылу бөлінбейтінін дәлелдедік. Оны біз мына жақтан көрсек болады, яғни кернеу мен ток күші 90 градусқа қалып жүреді. Ал мына фазалық ысу деген ол жалпы кернеудің, жалпы тізбектің өзінің ығысқаны. Соны білдіреді. То есть осындай қызық есеп. Иә. Так. Бұл бізде RC айнымалы тоғы. Байқасақ, бізде тұрақты токта басқаша болды. Тұрақты токта бұлай өзгермеді. Ол жақта экспоненциалды құлады. Экспоненциалды құлады. Мына жақта не істейді? Ток әділ белі тербеліп отырады. Мағынасы сол. Айнымалы токтың тербелуі. Әділ белі тербеледі. Симуляцияны жылжытайық кішкене. Біздің көзімізге сәл көрінбеуі мүмкін, бірақ бұл тербеліп тұрады. Қазір бұл қызылда тұр. Қазір көк мәніне жетеді. Сол кезде ол не істейді? Кері. То есть кері басады. Ол бірақ өте тез өзгереді. Мына симуляциядағыдай емес. Қазір көріп о, тербеліп тұр, көріп тұрсыздар ғой? Біріне мына график кәдімгідей кетіп жатыр. Ендеше есеп осындай. Ұнаса лайк басып отырайық. Бастысы бұл жерде білу керек нәрсе, бұлар өткен есептерде біз бұларды параллель жалғадық. Бұл кезде тоқтар тең болмады. Ал қазір тең. Себебі бұл тізбекте жалғанған. Осындай есеп. Сіздермен біз осы айнымалы тоқтағы RC тізбегін қарастырамыз. Жалпы бұл тізбек, бұл айнымалы тоқтағы тізбек, айырмашылығы бар, тұрақты тоқтан. Бұл тізбекте қалай? Мына есепті қарастырып көрейік. Бұл есепте не дейді? Бізге осындай параллель жалғанған резистор және конденсатор берілген, және ол қайта қосылған айнымалы ток көзіне қосылған. Айнымалы ток көзі осындай заңмен өзгереді, уақыт бойынша. Мынау бізде кернеудің несі максимум мәні, және бұл өзгеріс заңдылығы, уақытқа қатысты қалай өзгереді. Бірақ мына максимум болып табылады бізде. Және қарайық. Сұрақ қандай? Сұрақ А сұрағында сұрайды бізден осы фазалық диаграмманы қолданып, анализді қолданып бізге максимум тоқтар табу керек. Яғни резистордағы максимум ток және конденсатордағы максимум ток. Бұл алғашқы сұрақ, яғни ең оңай сұрақ. Жалпы бұндай сұрақтар не істейміз? Әдетте, егер біз осындай параллель тізбекті көрсек, бұл жақта нені байқауға болады? Мына жерде сұрақта бізге не беріп тұр, подсказка беріп тұр. Айтады, екеуінің ортақ несі бар дейді. Екеуінің ортақ бізде кернеуі болады. Себебі олар бір точка, то есть мына жердегі кернеу бірдей, мен оны VS дейді, және мына жердегі кернеу не? Бірдей, мен VR дейді. То есть екеуінің кернеуі бірдей болады. Екі точкадан, екі нүктеден өлшейтін болсақ, кернеуді вольтметрмен, онда бірдей болады. Сонда олардың несі ортақ емес? Әрине, тоқтар ортақ емес. Мына жерде кірген ток қандай да бір I тоғы, қосамыз IR, қосылған IS. Яғни екі токқа бөлінеді, екі түрлі токқа. Енді білу керек нәрсе не? Әрқайсының енді бөлек-бөлек тоғын табу үшін не істейміз? Біз соның бойындағы максимум кернеуді, яғни максимум кернеу бізде V0, немесе мына жерде I0 деп берген. I0 деп салайық.
ол бізде максимум тоқ регистр бойынша өтіп жатқан. Оны неге бөлеміз? Оның өзінің кедергісіне бөлеміз, әрге бөлеміз. Сонда бізде бұл не? Бұл регистр бойындағы максимум тоқ. Жай ғана немен шығады? Оң заммен шығады екен, бұл жерде. Екінші, бұл конденсатордағы не? Тоқ. Конденсаторда тоқ. Ол дәл осындай бағына. Ол жақтан жай ғана не істейміз? И0-ді бөлеміз. Бізде ненің кедергісі бар? Реактивті кедергісі бар. Конденсатордың ол бізде XS. XS формуласы қандай еді? Ол бізде 1 бөлінген омега с. Сонда біз егер бөлсек, бізде жауап қандай шығады? E0 1 бөлінген омега с. Енді E0 көбейтілген омега с шығады. Бұл бізде конденсатордан өтетін максимум тоқ болып табылады. Бұл оңай. Енді жалпы енді мынаны түсіну керек. Біз тоқтар таптық. Бірақ не үшін бұлай? Біз ол үшін фазалық диаграмманы салайық. Фазалық диаграмма бізге маңызды. Осылай салайық. Жалпы бұндай диаграммада бізде екеуінде кернеу бірдей дедік қой, олар параллель болған. Сәйкесінше олардың кернеулердің жалпы несі регистрдағы максимум мәні мен мына жақты салайын. Және конденсатордағы максимум мәндері не болады? Бір бағытта болады. Яғни олар ешқандай немен ерекшеленбейді. То есть олардың сызықтарда ұзындығы да бірдей болады. E0 S дейді. Бұл максимум кернеулер, олар бірдей. Сол үшін бұл фазалық диаграмма бізге ештеңе бермейді. Бірақ екеуінде не екі түрлі? Яғни тоқ күші екі түрлі. Сол үшін тоқ күші әдетте регистрда кернеудің бағытымен болады. Мен былай салайын. Мынау бізде кернеудің бағытымен кеткен тоқ күші I0R дейді. Бірақ бір конденсаторда жалпы тоқ кернеуден озып жүреді. Оны дәлелдейміз. Ол сонда 90 градусқа озып жүреді екен. Бұл конденсатордағы не? Кернеу. Конденсатордағы тоқ күші. Енді осы екеуі қосылып бізге қандай да бір нені береді? Толық тоқты береді. Толық максимум тоқ күшін береді. Арасы 90 градус. Жалпы екеуі бізде конденсатордағы максимум тоқ пен регистрдағы максимум тоқтың арасында бұрыш 90 градус. Перпендикуляр бір-біріне. Олардың фазалық осындай сызықтары. Енді не үшін олар бір-бірінен 90 градус? Яғни мысалы конденсаторда не үшін тоқ 90 градусқа озып жүреді? То есть не үшін озып жүреді тоқ? Оны дәлелдеу үшін біз былай істейміз. Бізде жалпы мынау бар, уақытқа қатысты өзгеруі бар. E0 косинус омега т. Осы жақта не көре аламыз? Жалпы енді біз осы жақтан былай тауып көрейік. Уақытқа қатысты регистр бойымен өтіп жатқан тоқ табайық. Ол бізде жай ғана ET бөлінген не болады? R болады, регистр. Регистр бізде өзгермейді уақыт өтісімен. Сонда бұл жерге қойсақ, E0 бөлінген R көбейтілген косинус омега т. Қарасақ, косинус омега т. Яғни регистрда тоқ кернеумен бірге жүреді. То есть тоқ кернеу төмендесе, тоқ та не істейді? Төмендейді. То есть олар бір фазада. Сол үшін олар бір сызық бойымен салынған. Енді қызық жері бізде конденсаторда тоқ қалай өзгереді? Жалпы конденсаторда бізде мынаны білеміз, ана формула dQc тең C бізде, яғни бұл конденсаторда сыйымдылығы өзгермейді уақыт өтісімен, көбейтілген не болады? Көбейтілген dU. Яғни конденсатор бойындағы кернеу. Енді біз осыны бәрін dt, яғни кішкентай уақытқа бөлетін болсақ, бізде мына жақта не шығады? Уақыт, яғни конденсатордағы тоқ күшінің уақытқа тәуелділігі шықты. Мына жақтан с тұра берсін сыйымдылық. Бізде du с dt шықты. Яғни бізде мына жерде бұл нені білдіреді? Бұның орнына біз нені қоямыз? dt жаңағы біздің өзгерісіміз E0 косинус омега т-ны қоямыз. Сол кезде осы жақтан уақыт өтісімен туындалу керек. Туындалатын болса, с көбейтілген E0 көбейтілген ішінен туындаламыз, омега болады. Косинус омеганың туындысы не? Ол бізде синус омега т. Енді қарасақ, бізде осындай керемет теңдеу шықты. Бұл теңдеуді біз былай жазалайық. Минус омега с E0 синус омега т. Енді қарайық, бұл жерде синус омега т, бірақ кернеу бұл жерде косинус омега т. Енді екеуінің байланысын табу үшін біз тригонометрия қолданамыз. Жалпы тригонометрияда минус синус альфа бізге оны нені береді? Ол косинус альфа плюс 90 градус береді. Немесе косинус альфа қосу пи бөлінген екі. Сонда
біз конденсатордағы токтың өзгеруін табатын болсақ, иә, ол бізде қалай болады? Омега с Е0 көбейтілген косинус альфа плюс пи бөлінген 2. Немесе 90 градус. Бұл бізде не? Бұл бізде конденсатордағы токтың 90 градусқа озатын білдіреді. Яғни кернеуден 90 градусқа. Кернеу бізде мынадай заңдылықпен өзгереді ғой, то есть, иә, конденсаторда. Е0 көбейту косинус омега т. Иә, бұл жерде ешқандай не жоқ. Пи қосу пи бөлінген 2 жоқ. Бірақ ток күшінің несінде бар, иә, заңдылығында. Сол үшін бұл жақта не болады? 90 градусқа озып жүреді ток. Иә, бірақ резисторда ток қалай жүреді? Ол кернеумен бірге жүреді. Кернеуден озбайды, кернеуден қалып қалмайды. Иә, ал конденсаторда ток кернеуден озып жүреді. Иә, бұл маңызды тоже. Бұл А сұрағының жалпы дәлелі. Енді бұл сұрағын айтады. Осы фазалы диаграмма анықтап, жалпы осы тізбектегі максимум ток күшін, яғни I0 табу керек. I0 табу үшін біз не істейміз бұл жерде? Так, көріп тұрмыз, мына жерде. Так, былай істеп алайық біз. Так, былай істейік. Осыны скринға түсіріп алып, былай қойсақ. Енді осы жерден I0 табу үшін, бұл қарапайым. Бұл жерде бізде не шықты? Үшбір шықты. I0 табу үшін біз I0 квадрат, Пифагор теоремасы I0R квадрат, то есть максимум I0S квадрат. Осы жақтан I0-ді біз түбірасына алайық. I0R квадрат бізде қанша шықты мына жерде? Ол бізде E0 бөлінген R шықты. E0 бөлінген R. Бірақ ол квадрат болса, E0 квадрат R квадрат қосылған. Мына жақта E0 квадрат көбейтілген омега квадрат көбейтілген с квадрат. То есть мына формула бізде. Осы жерден формула әдемілеп жазатын болсақ, бізде қандай не шығады? Тең E0 квадрат 1 қосылған омега квадрат с квадрат көбейтілген r квадрат ортақ бөлім берсек, мына жақта r квадрат. Енді түбір астынан шығаратын болсақ, бізде мынадай теңдеу шығады. E0 бөлінген r түбір астында 1 қосылған омега квадрат с квадрат r квадрат. То есть осындай бір әдемі теңдеу шықты. Ол бізде жай ғана теңдеуін шығару керек. Енді осыны симуляциямен дәлелдеп көрейік. Симуляцияда қалай болады? Жалпы симуляцияда осындай не бар? Біз так, қайтадан бастайық. Так, қарасақ, бізде не болып жатыр? Ток әрі бері қозғалып жатыр. Бұл нені білдіреді? Бұл айнымалы ток екенін білдіреді. Яғни не болып жатыр? Тербеліс болып жатыр. Енді әрқайсысындағы біз көрейік енді. Қалай ток қалып жатыр, қалай ток өсіп кетіп жатыр. Біз стопты қойып. Мына жақта қарасақ, не? Кернеу бұл жерде тоқтан аз, 104 вольт, ал ток бізде 505 миллиампер. Ал резисторда қарайық, 104 миллиампер, ал кернеу 104 вольт. То есть қарасақ, сан мәндерімен қарасақ, резисторда ток пен кернеу бір бағыт бірдей жүреді. Енді озбайды, ешқайсысы қалып қоймайды. Ал конденсаторда ток не істейді? Озады. Ток өте қатты озады. Сол үшін оның мәні көп болады. То есть осындай бізде не? Керемет симуляциямен дәлелдедік. Яғни конденсаторда ток озып жүреді. Бұл көбіне фильтрлерге қатысты қолданылады. Жалпы шын өмірде осы есеп осындай. Мына салайық, басып конвертер келіп отырайық. Бастысы осы. Бастысы фазаны дұрыстап салу. Мына жерде бізге не үшін біз тоқтың фазасын салдық? Себебі кернеулердің фазасы не? Олар бірдей. Ол бізге ешқандай ақпарат бере алмайды. Осындай. Ендеше рахмет.